Қызым, Наршақ, Асылназ, не болды өзіме? Дым түсінбедім, екеуің жағаласып сөйлеп кеттіңдер. Басынан бастап айтып берші маған. Короче, барлығы былай басталды. Доктор сен алып келді. Сендер ма Асылназ бен Наршақ деген? Саламатсыздар. Шаршап кеттік қой. Ойбай. Наршақ анау уже шаршап жатыр ғой. Шаршаудың әлі көкесі алда ғой. Сол ғой. Онда до конца шаршатайық. Ой, я, Мако, қалайсың? Я сол няняға жұмысқа тұрғам ғой. Я, нянен қатырам ғой мен. Я, сол балдарға қарап жатырмын. Ойбай апа, кімге қарап отырсыз? Енді көзімен қарап отырмын ғой сендерге, қоя қойыңызшы сендер. Лишь біз жалып айтушы осыларға. Бір мамасы да қатал адам екен. Бағаны көтеріңізші десем, жоқ деп. Екі-ақ түйір бала дейді. Ой, сол екі-ақ баласы 20 бала сияқты болып отыр ғой. Я сол ұйықтап алайын деп жатырмын. Дұрыстан шыққан ба, не халат киіп алған, боянып? Қайдағы шашы майыланып кеткен ғой. Қай қорадан шығыпты екен, шашын сиыр жалап кеткен сияқты. Есі жо, менің де құлағым бар, мен барлығын естіп отырмын. Ой, мына балдар уже мен нервыма тиіп жатыр, ұнамай кетті. Барыңдар, ана сүт шай әкеліңдерші, тары қосылған, бүктірілген. Я, сол Мако, алтын алғам ғой, я, алтын алдым. Байым алып берді ғой мен. Апай, мен оны кеше ғана магазиннен 90 теңгеге көрдім ғой. Во-первых, менің ісіме араласпаңдар. Во-вторых, сендер жаңадан бері менің әңгімені тыңдап отырсыңдар ма не? Бар кеттіңдер құры. Тамақ дайындандар, үйді жинаңдар. Мен қонақ емеспін ба? Қонақ? Үйдағы қонақ сіз бізді қарауға, тамақ жасауға, үйді жинауға мама ақша төлеп жатыр. Сол ғой? Добрый, ласковый няня керекші бізге. Мына апайды қарасай, жатып шай ішіп отыр ғой. Ойбай, аяғым сыңыртатып қалды. Давай, тезірек ұйықтау жеріңдерші. Ұйықламасыңдар, мені тәпішкемен танысасыңдар. Шашын екі жаққа жиналған қыз. Давай, екінші аяғымды ұйықтала. Мә, сен бірінші бай. Дайындық болмайсыңдар. Нежно, ласково деп айттыңдар ғой жаңа. Дәл солай ұйықталыңдаршы. Ойбай, аяғым. Не болды? Бұл нас еді кигенмен тек қана 3 ай болды ғой. Әлі шешпей киіп жүрмін. Ой, Мако, қай жерден тоқтап едік? Маған өз-өзімен қуып қиял болып жатыр ғой. Маған ана няня ұнап атқан жоқ. Давай оған пранк істейік. Кетті! Жаңағы апай бар емес па? Сол алтындарға, ақшаларға қызығатын сияқты ше. Біз оған қазір прям ататын пранк жасаймыз ғой. Осындай кольцо алдық. Енді осы толып тұрған баклажкаға су. Баклажканың ішінде су толып тұр. Саламыз. Ана сақина тыншып қалмай ма? Маш, сендер өзі не живой деген заттар жаратылыстанудан өтпейсіңдер ма? Ой, соны қойшасыңыз. Ема. Енді сен сары ағаш боласың. Нене апай. Дәқа, маманың қымбат ана кольцосы түсіп қалды, соны алып келесің ба? Бриллиант маған керек. Мен өзіме алып алам. Қайда түсіп қалды? Ешін. Мына бутылканың ішінде тұрып қалды, көмектесесіз бе? Кәне, көрейінші. Бай. Сендерсіңдер маған. Ай, жүгірмеңдер.
точно екеуімен таяқ жейді. Ал дайын тұрыңдар. Менің тапочкаларым аналарымен жақсылап таныса алыңдар. Достар, менде, короче, до того футболкам су болып кетті. Сол үшін футболкамды ауыстырып алдым. Қазір менің тапочкаммен танысады бұлар. Танысқым келмейді. Ал тапочкаларым дайын тұр. Өй, мені тығылмас жақтан ойнай алмайды демеңдер. Кезінде талай рет ойнап эксперт болғанбыз ғой. Ойбай. Ал жүгірмектер. Шығыңдар. Шығыңдар. Түс алдыма. Тұрыңдар. Bir аяғыңды көтер. Екі қолыңды көтер. Екінші аяғыңды көтер. Ойбай. Бірақ екінші аяқты қалай көтереді? Тұрыңдар. Қарамаған. Ой, беремін бұны. Жүкет қасасқан. Достар, жаңа белбеу бар емес па, жаңа халатын. Сонымен оған пранк жасаймыз, өз затпен өзін ойнаймыз ғой. Ой, Майка. Конечно. Ана балдарды өзіне құл қылып алып отырмын. Иә да, мен тыңдайды ол. Қорықпаймын олар құрсын. Олар маған емес, мен оларға пранк жасаймын наоборот. Иә. Мен вообще олардың пранкына ұсталған жоқпын вообще, иә. Главный ғой мен. Және апай, келіңіз, сүтті шай, қантпен дайындап қойдық. Аналар мені чота қуантай жатқан сияқты Майка. Айттым ғой, мен оларды тәрбиелеп алдым. Естідің ба? Естідің ба? Әне. Авторитет қой, авторитет. Кеттім мен шай ішіп келемін. Мыналар қазір плотно таяқ жейді. Ал, Маку, жоқ. Біз ба? Ей, дымда болған жоқ. Өлең айтады, мен сондай өлең ғой. Жазалау техникасын өзгертейін. Тапочкамен ұра бермей, оқытауды әкелейін. Наша, ол үлкен кісі ғой. Қатты кет қалған жоқпыз ба? Өз ойында келе сала шай ішіп телефон қарап. Я, бірақ ол бізді пол жоғыз ғой. Ыдыс жоғызды ғой сосын. Үйді жинатқызды. Ал, оқытауым дайын. Сендер маған неге тиісесіңдер? Ал, ана жаққа тұр. Тұр өтілі, ана жаққа отыр. Біріншіға красивен бастайды. Сен үлкенсің. Ой, қызықты. Сен телевизорға жата ғой, е? Ақылды өзі, ақылды. Кел ма? Ойбай, үй жинап шаршап кеттім ғой. Ой, қыздарым, сен де әжелерімен жасты кісіні шашырып тұрыңдар, ау. Ой, апай, келдіңіз ба? Аха, мына қыздар телевизор көріп жатқан ғой, мен үйді жинап жатырмын, иә. Тамақ пісіріп бердім бүгін. Мам, ол бізді оқтаумен ұрды. Кім ұрды? Қайда барасыз? Сіз мен балдарды ұрдыңыз ба не? Жоқ, мен ұрған жоқпын. Балдарыңыз тәртіптегі. Ақшасын төлемей ақтыра қойсаңыз болады. Бүгін менде акция. Тәртіпті балдарға бесплатныйсың ғой. Сіз бері келіңіз, мен сізді милицияға беремін. Вот сіз келіп қалдыңыз. И қазіргі жағдай.